Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза. Қайран біздің аналар арды ойлаған деп, ақиқ ақын Мұқағали жырлағандай, біз бүгін соғыс жылдарында ер азаматтың қайрат жігерін қажет ететін қара жұмыста бел жазбай еңбек етіп, азаматтарымыздың орнын жоқтатпаған қайсар аналарымыз туралы сөз айтып, олардың ерен еңбегін жас ұрпаққа жеткізуді мақсат тұтып отырмыз. Бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін деген ұранды ұстанған кешегі арулар, бүгінгі ақ жаулықты әжелер әр қазақтың ауылында бар. Олардың алды бақилық болып кеткен, соңы бүгінде 80-нің сеңгіріне шығып отыр. Бүгін мен тыл ардагері әжем Малика Имашеваның құрметіне өз қаламымнан туған ең қиыны жанымызда жоқтығың деген өлеңімді арнаймын. Неге бүгін ұялайды жүрегіме қасық мұң, кешек өткен зұлмат жылдар қалдырды ма іздерін. Батыр әжем, сенің көрген бейнетіңнің өлшемі, бүгін менің ашық аспан бейбіт елде жүргенім. Алақаның ақ мамықтай маңдайымнан сипаған, айтшы қанша азап пенен қиындықты жасырды. Сол тарихтың ашылмаған мың парағы деп білем. Қайсар әжем, ерте қарған сенің әр тал шашыңды. Қайғыңды өлшеп, тұңғиықтай жанарыңның жасымен, балалықты сұм соғыстың қаһарында қалдырдың. Жалаң аяқ, жалаң қолды қару етіп асынып, бел жазбастан тыл алаңын еңбегіңмен жандырдың. Кейін ұрпақ татып келе тәтті дәмін жеңістің, биік етіп азат елдің көк туымен шоқтығын. Асыл әжем, мен өзіңнің ерлігіңе бас ием, ең қиыны дәл осы күн жанымызда жоқтығың.